Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге қатпарлы қамырдан жасалатын самсаның қамырын қалай жасау керек жолын көрсетемін. Құрамы қарапайым заттардан өте оңай жасалады. Видеоны соңына дейін көріп, бағалап кетіңіздер. Тереңірек ыдысымызға бір бокал бөлме температурасындағы су құямыз, және де бір шай қасық ас тұзын қосамыз. Сосын керегінше ұн қосып, сәл қаттырақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан соң, міндетті түрде бөлме температурасында 1 сағаттай пакетке орап немесе бетін жауып дем алдыруға қойып қоямыз. Қамырымыз демалып болғаннан соң, қамырымызға ұн сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа болатындай етіп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұқа болып жайылғаны жақсы, өйткені сол кезде өте қатпарлы болып шығады. Мінекей қамырымыз жұп-жұқа болып жайылғандықтан астында дастарханымыздың суреті де көрініп тұр. Енді қамырымыздың бетіне ерітілген сары май немесе маргаринді толығымен барлық жеріне жағып шығамыз. Мінекей жағып болғаннан соң, видеода көрсетілгендей етіп бір шетінен алып, толығымен орап шығып, айналдырып, салафан пакетке салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа салып қоямыз. 20 минуттан кейін алып қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай ашып, екіге бөліп алып, барлығын бірдей көлемде кесіп шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша самсаны үлкен немесе кіші етіп жасауыңызға байланысты бөліктерге бөліп шығасыз. Содан соң әрбір қамыр бөліктерін видеода көрсетілгендей етіп алып, қолмен кішкене жайып шығамыз. Енді менде еттен жасалған фарш және де пиязды араластырып қойдым, тұзын салып, және де противеньге пергамент төсеп дайындап алып, пешті 200-210 градуста қыздырып алдым. Қамырымызды жайып, ішіне фарштан жасалған салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, 3 бұрыш тығып түйіп, противеньімізге сала береміз. Ішіне өз қалауларыңыз бойынша кез келген салмасынан жасасаңыздар болады. Асқабақ, картоп қосып, әркімнің өз талғамы бойынша. Барлық самсаларымызды түйіп дайындап болғаннан соң, бір жұмыртқаны араластырып алып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз. Одан кейін бетіне кунжут сеуіп шықтым, немесе мак та сеп қолдануға болады. Енді 200-210 градуста қызып тұрған пеште беті қызарып дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей самсаларымыз қызарып пісіп шықты. Енді ыдысымызға салып, дәмін көруге ұсына беруімізге болады. Самсаларымыз ыстық болып тұр, өте дәмді болып шықты, өте қатпарлы болды. Менің видеом бойынша сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Құрамы өте оңай, көп те зат кетпейді. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Жанат.